Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге күріштері шашылып өте дәмді болып пісетін хан палауының рецептісімен бөлісемін. Каналға тіркелмеген болсаңыздар келіп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. 1 килограмм күріш, палауға арналған мейіз, 1 бас сарымсақ, тұз, зіра, ет, пияз және сәбізімізді турап дайындап аламыз. Қызып тұрған қазанға 300 мл сұйық май құямыз. Пісте май болса да, мақта май болса да, барлығы жарай береді. Майымыз қызып тұрған кезде екі жағынан қып-қызыл етіп, әдемілеп қуырып аламыз. Етіміз қуырылған соң пиязды саламыз. Оның үстінен 1 ас қасық шекер. Шекер палаудың қып-қызыл болып пісуіне көмектеседі. Ол палаудың дәміне қатты әсер етпейді. Егер ұнатпайтын болсаңыздар, қосу міндетті емес. Пиязымызды етпен бірге алтын түстес болғанша қуырып аламыз. Ет пен пияз әдемілеп қуырылып болған соң, тағы да сәбізімізді салып, 5-6 минут қуырып аламыз. Орташа отта қуырамыз. 1 ас қасық тұз саламыз. Сәбізіміз қуырылып болған соң 250-300 мл көлеміндегі су құямыз. 1 бас сарымсағымызды салып, қазанның қақпағын жауып, өте баяу отта біздің сәбізіміз езіліп кетпеу керек. Етіміз піскенше 10-15 минуттай қайнатып аламыз. Біздің барлығын алып күріш саламыз, өйткені біздің күрішіміз әжем болып пісу керек, және піскеннен кейін еттерін астынан іздеп жүрмеу үшін еттерін алып қоямыз. Күрішімізді салған соң, отымыздың астын жоғары отқа қоямыз. Егер күріш салған соң, оттың асты баяу болып тұратын болса, күрішіміз езіліп кетеді. Осы процесс маңызды, қыздар. Біздің күрішіміз жоғары отта барлық жеріне бірдей су тиіп, барлық жері бірдей қайнау үшін осылай лопатканың көмегімен қайнап жатқан жерінен қайнамай жатқан жерлеріне алмастырамыз. Сәбізіне тиіспейміз. Біз күрішімізді езіп алмай, шашылып тұрып пісіру үшін осы әрекеттерді міндетті түрде жасауымыз керек. Күрішіміздің суы тартылған соң, баяу отқа қойып, күрішімізді барлығын бір ортаға жинап аламыз. Етімізді, сарымсағымызды, палауға арналған мейізімізді, зіра, барлығын осы кезде қосып, қақпағын жауып, 25 минутта күрішіміз дайын болады. Палау дайын болғанша кез келген өзіңіз ұнататын салатты дайындап алсаңыз болады. Мен қызанақты және 2 түрлі пияз араластырып, жеңіл салат жасап алдым. Пісуге 10 минут қалған кезде лимон салып, тағы да қақпағын жауамыз. Сол кезде лимон болмай тұрса, салу міндетті емес. Лимон күшті аромат береді, бірақ оның дәміне қатты әсер етпейді. Неге қыздар, рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, сіздерде де осындай шашпа хан палауы дайын болады. Палау өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер рецепт бойынша. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Бұйырса көптеген рецепттер болады каналымда, сондықтан тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.